Баршаңызға сәлем. Банан және оның қабығы туралы айтатын боламын. Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Банан сөзін латын тілінен аударғанда ақылды адамның жемісі деген мағынаны білдіреді. Көпшілік бананды жемістер қатарына жатқызады, алайда ол жидек. Ең үлкен банан ағашының биіктігі орташа есеппен 10 метр, ал диаметрі 50 сантиметрге жетеді. Оның бір сабағында 300 бананға дейін болады. Бұл шамамен 500 келіге дейін тартады. Сары бананмен қатар қызыл түстісі де кең тараған. Алайда мұндай түрі жұмсақ болғандықтан тасымалдауға жарамсыз. Сейшел аралдарының бірі Моадада сары, қызыл, қара банан өседі. Бұл жергілікті тұрғындары үшін теңіз өнімдерінің бірге берілетін таптырмас гарнир болып есептеледі. Көңіл күйді реттейтін В6 дәрумені басқа жемістерге қарағанда бананда өте көп. Қызығы банан диетасы да бар, алайда оның нәрлігі картопқа қарағанда 1,5 есе көп. Егер бананды кептірсе, калориясы 5 есеге дейін өседі. Сондай-ақ оның құрамында калий болады. Ол адамның қалыпты қысымда жүруі үшін өте қажет. Сонымен қатар калий жүрек бұлшықетін қатайтады. Банан құрамында сахароза, фруктоза және глюкоза арқасында ол асқазанға тез әрі жеңіл қорытылып, бойға күш-қуат сыйлайды. Ертеде банан жемісін ертегі әлемінің жемісі деп атаған. Себебі дәм татсаң қарның тояды, әрі денсаулыққа пайдалы. Сондай-ақ шайқас ұрыстарда жараланған сарбаздар банан қабығын басып, жара тыртықтарын емдеген. Ескіде Италияда әнші әртістер тамақтары ауырмас үшін банан қабығын қайнатып ішкен екен. Үндістанда банан қасиетті тағамдардың бірі болып есептеліп, құтты қонақтардың алдына әкелінген. Еуропа елдерінің мектептерінде оқушыларға таңертеңгі және түскі ас кезінде банан береді. Себебі банан баланың ойлау қабілетіне жақсы әсер етеді. Кубада бананды етпен бірге пісіреді, ал Венесуэлада бананды қуырып күрішпен бірге араластырады. Банан Үндістан, Эквадор және тағы да басқа әлемнің бірқатар оңтүстік елдерінде өседі. Бұл жемістің бірнеше сорттары бар. Біздің елде кең тарағандары Кавендиш, Громишил, Лакатан. Бұл сорттар ағаштан піспеген жасыл күйінде теріліп, бірден қораптарға жинастырылады. Жеміс ұзақ жол барысында өзі пісіп жетіледі. Табиғи үш қанттан бөлек банан құрамында алма қышқылы, ферменттер, минералды заттар, фосфор, магний, калий, кальций, натрий, өте көп дәрумендер бар. Банан диеталық тағам болып есептеледі. Жүйке жүйесі, анемия, жүрек қан тамырлары, бауыр, өкпе, бүйрек, өт ауруларының алдын алып, артық салмақтан арылуға жол береді. Банан ағзадағы қан мөлшерінің бір қалыпты болуы мен қан қысымының өзгермеуіне ықпал етеді. Сүйек, тырнақ, жас өсіміне оң әсерін тигізеді. Аяқ-қолдың мезгілсіз тартылуын, шаш түсімін, теріге ерте әжім түспеуін қадағалайды. Ағзадағы зиянды қалдықтарды сыртқа шығарады. Өт, бауыр, асқазан жолдарын тазартады. Күйзеліс, көңілсіздік, стресс кезінде көмекке келеді. Көңіл-күй гормонының пайда болуына септігін тигізеді. Бананды көп мөлшерде аяғы ауыр және жас сәбиі бар келіншектер, қарт кісілер, кішкентай бөбектер пайдаланғаны жөн. Сондай-ақ кез келген жанның күнделікті ас мәсірінде 1-2 тал банан болғаны абзал. Банан операциядан кейін, ауыр физикалық жаттығулардан кейін өте пайдалы. Ол ағзаны қалыпқа келтіруге мол үлес қосады. Сонымен қатар бананды шаршаған, ашуланған кезде, емтихан, сынақ алдында пайдаланғаны дұрыс. Банан таңдаған кезде де оның сыртқы қабығы мен сабағына мән беріңіз. Сыртқы қабақта қара дақтар әрі өзі қатты болмауы керек. Оның түсі бір қалыпты, үсті жылтырлау болуы керек. Күмісті тазалайды. Бананның қабығы өңі кетіп қалған күміс заттарды қалпына келтіреді. Ол үшін қабықты блендерде тіс пастасына ұқсағанға дейін су қосып еземіз. Артынан жұмсақ матамен күмісті тазаласақ, біртіндеп қара дақтардың кетіп жатқанын көресіз. Одан кейін күмісті банан қабығымен қалдықтарын тазартып, жылтырату үшін жұмсақ матамен жақсылап сүртеміз. Аяқ киімге арналған жақпа май. Банан қабығының құрамындағы майлар мен балауыз оны аяқ киімді тазалап, жылтырату үшін қолдануға мүмкіндік береді. Аяқ киімді қабықтың ішкі жағымен сүртіп, үстінен құрғақ матамен сүртесіз.
CD немесе DVD дисктердің сырылған жерлерін қалпына келтіреді. Сырылған дискті ең әуелі бананның өзімен сүртеміз. Артынан 2 минут бойы бананның қабығымен сүртеміз. Сосын дискті терезе тазалауға арналған затқа малынған жұмсақ матамен сүртіп кептіріп қоямыз. Бананның жұмсағы мен қабығындағы балауыз дискті тазалауға көмектеседі. Және банан тісті ағартады. Кәдімгі тіс пастасымен тісіңізді тазалап болғаннан кейін тістеріңіздің үстін банан қабығымен ішкі бөлігімен 2 минуттай сүртіңіз. Қабықтағы калий, кальций, марганец, магний және фосфор сынды минералдар тіске пайдалы әрі оңды ағартуға септігін тигізеді. Артынан бананның қалдықтарын кетіру үшін тісіңізді тағы бір рет жуып, тісіңізді ағарту үшін осылай күніне 1-2 рет қайталасаңыз болады. Тікенді шығарады. Егер денеңізге тікен кіріп кетіп, оны ала алмайтындай жағдай болса, тікен кірген жерге бананның қабығын ішкі бетімен қойып 24 сағатқа таңып қоясыз. Банан қабығындағы ферменттер тікенді терінің сыртына шығарып, жараның тезірек жазылуына септігін тигізеді. Сондай-ақ банан жараны жазады. Бананның қабығының құрамындағы түрлі табиғи майлар мен ферменттер күннен күюден жараны тез жазатын қасиетке ие. Сонымен қатар ол қабыну мен түрлі жәндіктердің шағуынан пайда болатын тітіркенуді де басады. Ол үшін бананның қабығын ішкі жағымен жараға немесе шағылған жерге таңып қойып тастаймыз немесе ысқылаймыз. Күніне бірнеше рет істесеңіз, жара тез жазылып кетеді. Бананның қабығы халық емінде сүйелді кетіру үшін де қолданылады. Ол үшін бананның қабығын іш жағымен сүйелдің үстіне 1 күнге байлап қоясыз. Сүйел жоқ болып кеткенше осылай істеп жүру керек. Кейбір сүйелдер 1 апта кетсе, кейбіреулер кету үшін 1 айдай уақыт қажет. Банан теріге де пайдалы. Бананның қабығы минералдар мен антиоксиданттарға өте бай. Егер күнделікті онымен бетіңізді, мойныңызды сүртіп тұрсаңыз, теріңіз ылғалданып, әжімнің түсуі азаяды. Егер де менің каналым пайдалы болса сізге, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз.